Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақстан тарихы 5-ші туры ғұн тайпалары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі. Сабағымыздың оқу мақсаты картада тайпалы одақтардың орналасуын көрсету, ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Аталған суретте ғұндардың картасы бейнеленген. Жалпы ғұндар алғаш рет Хуанхэ Ордос үстірт аралығында құрылған. Алтайдан Альпіге асып, кейін Рим империясының құлауына себепкер болған бірден-бір тайпа бұл ғұн тайпаласы. Қазір ғұндар туралы, ғұндардың таралуы, қоныстануы, шаруашылығы, мәдениеті, тұрмысы туралы бейне ролик көрсетіледі. Осы бейне роликті мұқият тыңдап түсініп алсаңыздар, ғұндар туралы бейне ролик көрсетілген кезде. Ғұндар, сәлемет пе балалар? Бүгін біз сіздермен бүкіл Евразия құрлығындағы этно-саяси дамудың түбегейлі өзгерістеріне тікелей ықпал еткен көшпенді әрі жауынгер тайпа ғұндар туралы тарихи деректерден хабардар болып, олар жасамыз. Сонымен қатар ғұндардың археологиялық ескерткіштері мен қолөнер бұйымдарының өзіндік ерекшеліктеріне тоқталып өтеміз. Ғұндар туралы тарихи деректер. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда Орталық Азияда Қытайдың солтүстік шекараларына жақын орналасқан ғұн тайпалары бірге бастады. Ғұндар Қазақстанға Орталық Азиядан біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырдың соңы мен біздің заманымыздың 1 ғасырында келгендіктен, олардың тарихы қазақ жерімен тығыз байланысты. Оны біз археологиялық қазбалардан және Қытайдың жазба деректерінен білеміз. Ғұн атауы біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың аяғында алғаш рет Қытай экономикалық және саяси тарихы жөнінде ең алғаш жазған Қытай тарихшылары Сыма Цян, Бангу, Фай Энің шығармалары аса құнды мәліметтер береді. Олардың біріншісі Қытай тарихының атасы Сыма Цянның 130 бөлімнен тұратын Ши-Цзи тарихи жазбалар атты еңбегі болса, екіншісі Бангу жазған еңбек Цян Ханшу, Батыс хан мемлекетінің құжаттары деп аталады. Ал үшіншісі тарихшы Фай жазған Хоу Ханшу, Шығыс хан мемлекетінің құжаттары атты шығарма. Сонымен қатар Европа ғалымдарынан Рим тарихшысы Аммиан Марцелиннің іс-қимылдар деп аталатын 31 кітаптан тұратын шығармасы, француз тарихшысы Тьер Амедидің Аттила және оның мұрагерлерінің тарихы атты 2 томдық кітабы, герман тарихшысы Иорданның ғұн билеушілері Ругила мен Аттила басқарған мемлекет және Аттиланың Римге жорығы туралы мәліметтері бағалы еңбектер қатарына жатады. Қазақ ғалымдарының ішінен ғұн билеушісі Аттила туралы алғаш рет жазып ғылымға енгізген Шоқан Уәлиханов болды. Бүгінгі таңда ғұндардың тарихымен тереңірек танысуға мүмкіндік беретін көрнекті түрік тарихшысы Бахадин Өгелдің 1981 жылы Анкарада басылып шыққан Ұлы ғұн империясының тарихы атты 2 томдық кітабының маңызы зор. Бұл шығарманың түрік тілінен қазақ тіліне аударылған нұсқасы 1998 жылы жарық көріп, оқырман назарына ұсынылды. Археологиялық ескерткіштері. Шөл және шөлейт аймақтардағы ғұн ескерткіштеріндегі өзіндік ерекшелікке биік ер-тұрман, қауырсын тәріздес, қабыршақты өрнек, әшекейлі қол қазан жатады. Ғұн қабірлерінен көптеп кездескен бұйымдар, күрделі садақ пен түрлі әшекейлер. Ғұн садағы 7 сүйек бөліктерінен құрастырылып, иыққа жақындайтын тұсы қосымша сүйек қапсырмаларымен бекітілген. Халықтардың ұлы қоныс аудару кезіндегі далалық қорымдардан созыла басылған алтын қаңылтыр мен түрлі түсті тастар салынған әшекейлер табылды. Олардың мұншама көп таралуы көшпелілерді тез байуға алып келген Иран мен Римге қарсы тонаушылық соғыстарына байланысты болған еді. Әзірге зерттелген ғұн қабірлеріндегі бұйымдар алтын және өзге әшекейлермен сәнделген. Археологтар Иволга өзенінің
Селенгіге құяр тұсындағы елді мекеннен тұрақты жартылай жертөленің орнын тапты. Едені сабан араласқан балшықпен сыланған жертөленің ішінен тары дәндері, шойын түрендер, темір орақ, тас дән күштер және астық сақтайтын оралар табылды. Ғұндардың қабірлерін қазу барысында табылған қыш құмыралар, көзелер, саптаяқтар қолдан жапсыру тәсілімен ұршық қалыптарда дайындалған. Видеоны тамашалап болдық, балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді мына ғұн тайпаларының жалпы таралып қоныстану барысында көрші тайпаларды жаңа атап өтілді. Видеода Қытайлармен көрші тұрған деп, соның ішінде Қытай деректерінде ғұндар туралы, әсіресе Сымасанның, Бангудың, Файенің еңбектерінде ғұн тайпалары туралы кездеседі. Оқулығымызда Қытай жазба деректерінен үзінділер берілген. Енді бұл деректерге тоқталатын болсақ, оқушылар барлығымыз осы дерекке назар аударайық. Ғұндардың Қытай солтүстігінде мекендегені, су мен шөптің жағдайына байланысты бір жерден екінші жерге көшіп жүргендіктері туралы мәліметтер беріледі. Үй малынан жылқы, ірі қара, қой, ешкі, түйе, есек өсірген. Сонымен қатар малдың етін тамақ ретінде пайдаланып, жүні мен терісін киім, ал аң терісін жамылған. Ғұндар бейбіт кезде мал бағып, аң құс аулаған. Балалар қойға мініп, садақ тартты және құстар мен тышқандарды ата білді. Ғұндар балаларын кішкентайынан бастап қойға отырғызып, қолдарына садақ беріп, тышқан атуға үйреткен, яғни ондағы негізгі мақсаты ғұндардың мергендікке, яғни дәлдікке тәрбиелеген. Сонымен қатар балалар ержеткен кезде өздерімен бірге түлкі, қояндарды аулауға аңға алып шықты. Жылқы ғұндардың тұрмыс тіршілігінде ерекше рөл атқарды. Өйткені жылқы мінсе көлік, ішсе сусын, кисе киім, жесе тағам. Сондықтан да жылқыны қастерледі. Солтүстік жерлерде суық түсуіне байланысты, оған да қарамастан ғұндар осы солтүстік аймақтарда тары еккен. Бұл тарының егілгендігін археологиялық деректер дәлелдеп отыр. Сонымен қатар Қытай тарихшыларымен қатар европалық, соның ішінде Рим тарихшысы Амен Марцелин ғұндарды олар ертелі кеш аттың үстінде жүреді. Тіпті кеңестердің өздерін аттың үстінде отырып өткізеді деп жазған болатын. Ал Рим тарихшысы Приск ғұндар соғыс болмаған кезде тынығады, әрі қамсыз тіршілік етеді. Әркім қолында барын қанағат қылады деп жазған болатын. Сондықтан да мына Рим тарихшыларының деректері келтірілген. Ғұндардың жалпы обалары туралы, археологиялық деректері туралы көптеген мағлұматтар берілген оқулықтарымызда. Осы оқулыққа назар аударып қарайтын болсақ, ғұндар жалпы қоладан және темірден заттар, тұтынатын бұйымдар жасаған, дөңгелекті арбаларды пайдаланған және обалардан әртүрлі қазбалар жүргізген кезде мынандай төмендегідей заттар табылған. Ол төмендегі заттарды біздер 6-ге бөліп қараймыз. Бірінші, жылқы, қой, ірі қара сүйектері табылды. Өйткені ғұндардың мал шаруашылығымен, соның ішінде көшпелі мал шаруашылығымен айналысқанын дәлелдейді. Тары дәндері, темір орақ, тас дәнді күш, астық сақтайтын оралар табылды. Бұл ғұндардың егін шаруашылығымен айналысқандығын білдіреді. Киік, қабан, құлан, елік, қоян, түлкі, сәйгүліктерді ұстаған. Өйткені қазба жұмыстар кезінде бұлардың сүйектері, қаңқалар табылды. Құмыралар, көзелер, аңдар бейнелеген кілем, қышағаз, ыдыс, ат әбзелдері, әшекейлі бұйымдар табылды. Бұған қарап, ғұндардың қолөнері өте жоғары деңгейде дамығандығын, соның ішінде қыш құмыраларды, әртүрлі ыдыс аяқтарды жақсы жоғары деңгейде жасағандығын көреміз. Жібек маталар, айналар, нефриттен жасалған бұйымдарды жасаған. Сонымен қатар ғұндар Ұлы Жібек жолының бойындағы саудаға да тікелей араласып отырған. Оқушылар, енді ғұндар туралы мәлімет алдық. Келесі оқулықпен жұмыс жасап, төмендегідей тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, сіздерге берілетін тапсырма Қытай деректерінде ғұндардың айналысқан шаруашылығын анықтау. Екінші, батыс деректеріндегі ғұндардың тіршілігі туралы мәліметтер дәптерге жазамыз. Келесі, заттай деректер арқылы мүлік теңсіздігін айқындау. Осы заттық деректер арқылы ғұндарда мүлік теңсіздігі болды ма? Болса қандай мүлік теңсіздіктері болды? Шағын әңгіме жазсаңыздар. Сіздерге берілетін тапсырма оқулық бойынша. Сонымен қатар, ғұн мемлекетінің құрылуының дәптерлеріңізге 2 немесе 3 себебін жазыңыз. Бірінші, ғұндар қай уақытта құрылды? Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда қалай құрылды және неліктен ғұндар мемлекет болып қалыптасты? Осыны дәптерге түсіруіміз керек.
Келесі оқушылар, сіздерге берілетін тапсырмам ғұндарда шаруашылықтың қандай түрі дамыды, және шағын осы шаруашылықтың түріне қарап, оқулықты пайдалана отырып, шағын әңгіме құрастырыңыздар. Оқулықты пайдалана отырып. Сабақты қорытындылау мақсатында оқушылар, сіздерге берілетін келесі тапсырма сәйкестендіру. Сәйкестендіру барысында ғұн мемлекетінің негізін қалаушы, ғұндар қай тілде сөйлегендігін, Еуропада жорық жасаған ғұн билеушісін, мемлекет билеушісін, титулын ғұндардың Шанюден кейінгі жоғарғы лауазым кімге берілді? Келесі бетте Атила, Шаню, Түменбазы, Мөде, Түрк. Осы ұғымдармен атауларды бір-бірімен байланыстырып, сәйкестендіру тапсырмасын орындасаңыздар. Сабағымыз, балалар, осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.